Дініміз исламда ең үлкен сауапты іс ол Алладан басқа құдай жоқ деп шынайы сеніммен айту болса, ал ең үлкен күнә Алла тағалаға серік қосу болып табылады. Яғни, Алладан өзге нәрселер пайда зиян келтіре алады, олардың да әлемді, жаратылыстарды басқаруда үлесі бар деп білу. Жаратушы иеміз шексіз рақым мейірімімен пенделерінің кез келген күнәларын кешірсе де, өзінен басқаға жалбарынып, одан қажетін сұрап табынып өткен адамды ешқашан кешірмейді. Хақ тағала мұны күллі адамзатқа Құран кәрім аяттар мен пайғамбарымыз арқылы оған Алланың сәлемі игілігі болсын қатаң түрде ескерткен. Қасиетті Құран кәрімнің Ниса сүресінде жаратқан иеге ортақ қосудың ең үлкен кешірілмес күнә екендігі нақты баяндалған. Шындығында Алла өзіне серік қосқанды кешірмейді, ал одан басқаны, басқа күнәні қалаған пендесіне кешіреді. Кім-кім Аллаға серік қосса, ол қатты адасады. Сондай-ақ Алла тағала Исра сүресінің 111 аятында барлық мақтау бала иемденбеген әрі мүлкінде ешқандай серігі жоқ, сондай-ақ көмекшісі болмаған Аллаға лайық деп айт, және оны өте көп ұлықта деп бұйырылған. Күнге, айға, жұлдыздарға, өзен тау-тастарға, жануарлар мен пұттарға мінәжат етіп, олардан жақсылық сұрап, жамандықтан сақтауын тілеу, дүниеден өткен марқұмдардан желеп-жебеп жүруін, қорғауын сұрау, қабір басында түнеу және бақсы балгер аралап, олардан перзент тілеу, жол аштыру, тағы сол сияқты амалдардың баршасы Алла тағаланың істеріне ортақ етіп санау, яғни серік қосу болып табылады. Қарахан бабамыздың рухына табынып отырық. Әулиелі жерге адам өзінің арманын, тілегін айтып келеді. Келген себебіміз әулие жерден Қарахан бабадан аруағынан қолдасын деп сол мақсатпен келдік. Алладан бір перзент сұрап келдім. Мен рахым сұрап бір перзентке зар болып отыр. Олай бір перзент берсеңіз деп сұрап келдім. Біз аруақтан сұраймыз. Аруақ періштеден сұрайды. Періште Алладан сұрайды. Сонда барады да Алла тағала осында жаңағы жамағатын болмаса осында пендің шын көңілімен ниет қылып жатыр. Тілейтін қабілет деген сияқты тілек тілейді. Өзінің бір тілектері, ниеттері бар болса, соларды тілеп, соларды ниеттеп, оттан секіру керек екен. Адам оттың үстімен секірген сайын рухани тазарады екен. Бұнымен қоса оның денсаулығы да жақсара түседі екен. Негізінде дұға, тілек тілеу құлшылықтың бір түрі, ал құлшылық тек бір Аллаға ғана лайық. Халықтың арасында орын алып жатқан бұндай оғаш іс-әрекеттерге басты себеп білімсіздік. Соқыр тауыққа бәрі бидай дегендей, білім болмаған соң ақ пен қараны ажырату әсте мүмкін емес. Көрінгеннің сөзіне құлақ асып, жетегінде кете беру нағыз ақымақтық, нағыз қасірет. Осыдан бірнеше жыл бұрын өзін пайғамбармын деп жариялағандар қазақ даласынан табылып еді. Демалайын деп тұрғаным сол еді, қарсы алдымнан құбыла беттен тіл қатты. Ей құлым, сен елшім боласың деді. Мен қаттымда қалдым. Мынау Ибраим, Мұса пайғамбарларымыз сияқты тікелей тілдескен үшінші пайғамбар боламын. Ерназар көшесінде Ерал деген пайғамбар десең, мен білмеймін сен қақы мазақ қылатынын. Мен мазақ қылатын нәрсе емес ме? Мен Құдай елшісі ме? Ол аздай, енді Қағбаның көшірмесі де табылды. Қажылық амалдарын орындап, оны тәуап етіп жүргендер де бар көрінеді. Тек ниетін дұрыс болса жеткілікті екен. Қорасан бабының басындағы Қағбаны бабамыздың, оны Қағбаның көшірмесі деп түсіну керек. Енді оны халық қасиеттеп айналып атса, жақсы нәрсеге неге оны жоқ деп айтуға болады. Сондықтан ой жаққа барып, Құранда айтады ғой, «Инна ағлам мен ниети» дейді. Ниетлесең де ниетіңе қарай берем дейді. Ол халық жаман нәрсені істеп атқан жоқ оны. Киелі сан айналасын, 7 рет айналасын, одан сол жерде суы бар, сол адам сол жерге сеніп барған адам ем алады сол жерден. Ол сол Қағбадан ешқандай айырмашылық жоқ. Ол Қазақстандағы Қағба деп есептеледі. Дүмше молда дін бұзар деп қазақ атамыз бекер айтпаса керек. Ешқандай негізсіз, ойланбастан сөйлеп, халықты адастырып жатқан дүмше молдалар көбейген сынды.
Құран аяты мен пайғамбарымыздың оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын хадисін ажырата алмаса да, арабша сөйлеген болып, діннен хабары аз болған қарапайым халықты ауыздарына қаратып алуда. Пенде бір сөзді ойланбай айтуынан тозақ отына түсуі мүмкін. Әрі түскен орны тозақтың шетінен шығыс пен батыстың аралығындай қашықтықта болуы мүмкін. Бақа, піл, феншуй мүсіндері, түрлі тастар және тағы басқа заттарға сыйынып, олардан жақсылық үміт ету, Алламен арамызда дәнекер болады деп сену мүшріктік амал. Бұл да жаратушыға ашық түрде серік қосу. Жүніс сүресінің 106 аятында Алладан өзге саған пайда зиян келтіре алмайтын нәрселерге жалбарынба. Егер оны істесең, онда күдіксіз сен залымдардан боласың, деп Алла Тағала анық ескерткен. Ешбір серігі, теңдесі болмаған бүкіл әлемнің жалғыз жаратушысынан дұға қылып, қалағаныңды сұрау үшін ешқандай дәнекердің, ортақтың қажеті жоқ. Ол туралы қасиетті Құранда: егер құлдарым мен туралы сенен сұраса, мен өте жақынмын. Қашан менен тілесе, тілеушінің тілегін қабыл етемін. Ендеше олар да әмірімді қабыл етсін және маған сенсін. Әрине, тура жол тапқан болар еді, деп баяндалған. Мұсылманға жат істерді біліп, я білмей істеген болсақ, шынайы түрде Алладан кешірім сұрап, өкініп, келесіде бұндай лас істерге жоламаймын деп тәубе ету аса маңызды.